Сәлем достар, бұл Easy қазақша жобасының 3-ші сабағы. Бүгін біз дүкенде сөйлесуді үйренеміз. Қазақ тілінде дүкенде жиі қолданылатын сөздер. Бұл қанша тұрады? Маған нан беріңізші. Сіздерге картамен төлеуге бола ма? Рахмет. Дүкенде сөйлеуге арналған грамматикалық лайфхактарға кезекті берсек. Бірінші лайфхак. Маған тіркесінен кейін затты, содан кейін беріңізші сөзін қолдану арқылы оңай сөйлем құрастыруға болады. Мысалы, маған су беріңізші, маған сүт беріңізші. Келесі лайфхак. Ме сұрақ қоюдың ең оңай жолы. Мысалы, нан бар ма, кофе бар ма, картамен төлеуге бола ма? Үшінші лайфхак. Саннан кейін тұрады тіркесін тіркеу арқылы бағаны айтуға болады. Мысалы, бұл 1000 теңге тұрады, бұл 500 теңге тұрады. Сонымен біз дүкенде сөйлесуді үйрендік. Каналға жазылыңыз, пікір қалдырыңыз. Сіздердің әр пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Сіздермен бірге Easy қазақша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.